Армысыз қалайық. Бүгінгі қосағым кеп отырған тақырып мынау Каспий банкінің бассыздығы қалай айтуға болады. Осы 1-2 жыл мен Каспий банкімен айтысып келе жатқаныма. Ол айтыстың басталуы осы 22 жыл, 21 жылы менің жеке шотыма арест тағылады. 24 мың немен 24 мың бірдеме жүз жаңағы арестқа қойған үшін шешіледі менен. Сондай ақша. 50 мыңдай ақшам жатқантын, соның жартысы. Енді банктың өзіне барып, мен Каспий банкына барып, қауіпсіздік қызметіне бардым. Олар маған айтты, аресті біз емес. Оны істеп отырған Хоумбанк. Арестін ала жыл Хоумбанк дейді. Мен айтамын, сендер неге рұқсат бересіңдер арест? Біздерде жаңағы келісім бар олармен, анау-мынау деп. Хоумбанкқа барсам, ұзын сөздің қысқасы, менің құрдасым бар. Менің құрдасым. Мен оны танымаймын. Сол жерде таныстық. Азамат деген жігіт. Сол Азаматтың туған күні, айы, жылы бірдей екен. Екеуміз бір күнде туыппыз. Енді менікінің аяғы 54 болса, оның аяғы 64. Ол бір цифраға қателескен дейді, банктың айтуы бойынша. Товарный кредит, жаңағы телефон, 700 мың телефонын неде, жаңағы магазиндар бар ғой, сол жерде олар тіркеген екен. Содан олардың договорларында өзінің аты тұр. Есімі бәрі өзінікі тұр. Бірақ иінді қателескен дейді. Ол жігіт айтады, мен қателескен жоқ, мен бәрін дұрыс енгізгем дейді. Жаңағы енді биометрия деген бар емес па? Адамның көзі, түрі дегендей. Соның бәрін өткен. Бірақ жаңағындай менің данныйларым енгізілген. Сол жаңағы договорға енгізілген екен. Ол уже ненің договорында? Хоумбанктың ішінде. Оны маған бәрін, распечаткасын бәрін жасап берді. Ішіне қарасам, аты жөн бәрі келе жатты, телефон номер ғана басқа. Мен айтамын, неге сендер просрочканы күттіңдер? Получается, жаңағы жігіт барады, төлейін десе, удостоверение бойынша иін оныкі емес. Ол төлей алмай жүреді. А Хоумбанк маған шықпайды. Жаңағындай маған шығып, хабарласып деген ондай жоқ. Аяғы Хоумбанк жаңағы күткен просрочка болатын. Просрочка болғаннан кейін барып арестқа қояды мен шотым бәрін, мен келем, сосын маған жаңағындай возможный варианттарды айтады. Мынау саған төлеп отырсың, сен алда банкқа төлеп отыр дегенде әңгіме айтады. Мен айтамын, сендер менің кредитный историямды бүлдірдіңдер. Мені черный списокқа тықтыңдар, енді қалай болады ол? Істеңдер бәрін, түзетіңдер. Ұзын сөздің қысқасы айтысып, қырқысып, қанша письмо жазылды, қаншама заявление жазылды, национальный банкқа жазылды, жаңағы неге жазылды, полицияға жазылды заявление. Бәрі кетті ғой, ұзын сөздің қысқасы банкқа. Ең аяғы олар өздерінің комитеттері бар екен. Сол комитетқа шығарып, товарный кредитті аннулировать етіп, аннулирование жасап, содан кейін барып, ешқандай договор болмады деп, менің ақшамды қайтарып, сөйтіп менімен қош айтысты. Кешірімдерін сұрап, мен енді сотқа жеткізген жоқпын, сотқа барған жоқпын, өйткені бәрі ақшаға тіреледі, бәрі уақытқа тіреледі, ондай уақытым болған жоқ мен, олармен алысатын жаңағы. Материальныйды маған ақшамды алып қойған, оны возместили, қайтарып берді, ал бірақ моральный ущербті түк ондай берген жоқ олар. Ұзын сөздің қысқасы, оны соттың шешімімен ғана ондай шешілетін зат. Енді әрі қарай кеттік. Мен бір шамалы 3-4 ай күтем. Каспий банктан енді рассрочкамен телефон алайын десем, бір қыс кеп қалды да, шин алайын десем, рұқсат бермейді. Жаңағындай. К сожалению, банк не одобрил вашу заявку деп шығады. Әлі күнге дейін сол шығып тұр. Мен Каспийға бардым,
Барсамға бардым. Барсам айтады, сен жаңағы біз арест неткен кезде оның комиссиясы бартын дейді. Мен ойладым, комиссиядан, проблема комиссияда шығар деп. Содан комиссияны төлеймін. Комиссияны төлеген уақытта түк өзгерген жоқ. Қайтадан сондай шығады. Қайтадан сондай шығады. Аяғы письмо жазам. Письмоға жауабы олардың мынандай. Біз банк өзі білет, кімге кредит беретін, бермейтін. Сол себепті жаңағы біздің уникальный системамыз бар дейді. Жаңағы өздерінің система серверларыма, сол анау приложение, жаңағы программаларыма соны айтады, уникальный системамыз бар, сол система сені өткізбей жатыр дейді. Бұл жерде ешқандай адамның қателігі жоқ дейді. Сонымен менде өмірі бір күнге просрочка болған емес, бір сағатқа, бір минутқа уақытылы төлеп отырдым. Әрқашан Каспий банкты ренжітпей, олар мені ренжітпей жүрді, мен оларды ренжітпей жүрмін. Бір уақытта бір қателік болып еді, менен емес, біреуден. Каспий банк жаңағы ұзын сөздің қысқасы позаға тұра қалды. Енді маған консультанттардың айтқаны, сол банкта, Каспий банкын, басқа банктан рассрочка ал, кредит ақша ал, сол кезде мынау кетеді деді. Мені последний ай рассрочкамды төлеп болдым, Халық банкта 3 ай қалған, бірақ тағы да өзгеріс жоқ. Енді Каспий банкқа қойғым келетін сұрақ, сіздер қалай жұмыс істеп отырсыздар сонда? Мысалға, адамдар, мошенниктардың, алаяқтарға ұрынып қалған адамдар көп. Сол кезде сондай ма сіздердің қарым-қатынастарыңыз, отношенияларыңыз жаңағы адамдарға? Неге сіздердің айтишниктеріңіз сондай қателіктерді өзгертпейді программаға кіріп? Қаншама развитияға ақша бөлініп жатыр. Не деген бассыздық ол? Аяқ астынан алдыңыздарда мені өздеріңіздің банктың ішінде черный списокқа кіргізіп жібердіңіздер. Ана товарный кредит аннулирование жасалғаннан кейін менің историям таза. Бір банкқа барам, 10 миллион береміз дейді, бір банкқа барам, 5 миллион береміз дейді. Оның бәрін тексердік, көрдік. Менде не жоқ? Шектеу жоқ басқа банктарда, ешқандай шектеу жоқ. Черный списокқа кірмеген, бірақ Каспийдің ішінде мен жаңағы біреудің қателігі үшін зардап шегіп жатырмын, ұзын сөздің қысқасы. Қалайық. Сол, билік енді үкімет бұларға құшақ жайып қарсы алады бұларды, бұларға мүмкіндік береді, бұларға жағдай жасайды, бұлардың халыққа істеп отырған тіршіліктері мынау. Сол себепті байқаңыздар қалайық. Каспий деген енді өте ыңғайлы приложение, ыңғайлы система сондай болып тұр ғой. Әлі күнге дейін қолданамыз. Бірақ жаңа халыққа деген қарым-қатынасы, істеп атқан тіршіліктері өте дұрыс емес. Жазбауға шетте отырып, болмады отырып қалуым. Бірақ айтуға тура келді. Енді сіздерге жетер, Каспийда отырған басшылар. Менде бүкіл жаңағы бұл айтқан кезде хат алмасу жағынан бүкіл қағаздар бар. Хоумбанкпен болған, Нацбанктың жауабы, Нацбанкқа жазылған письмо, хат жаңағы, полицияға жазылған хат, бәрі қолымда, бәрі бар. Бірақ 3000 теңгенің затын 3 айға бермей отырғаннан кейін не сұрайсыздар? 3700-дің затын әдейі таңдап қойдым мен. Менде неде тұрым? Наты қалай еді? Корзинада. Сол корзинадан анда-санда лақтырып тұрам, одобрение бере ма, бермей ма деп. 3700-дің затын бермейтін болып қалды. Мен қалай, өзімді қалай сезінем? Мен өзім корпорация Қазақмыста істеймін, бірінші жыл емес, 10 жылдан астам. Сол руководящий должностьте істеймін. Енді өстіп жүріп, Каспий жанағында істейді, маған қалай? Соны айтқым келгені. Сақтықта қорлық жоқ, қалайық. Сақтанып жүрек енді. Өмірде неше түрлі болып жатыр. Сол амандықта жүздескенше, аман болыңыздар.